Ассалаумағалейкум, құрметті ауыл шаруашылығы YouTube арнасының көрермендері, сіздермен Спабегендар Маратбекұлы. Құрметті достар, көптен күткен бүгінгі шығарылымды сіздерге арнайын деп отырмыз. Бүгін сіздермен бірге біз павловния өсіріп жатқан ағамызға қонаққа келдік. Иншалла бүгін сіздермен сол павловния ағашын қалай өсіру керек, оның көшетін қалай аламыз, қалай егеміз, оны қалай күтіп баптаймыз, осы жөнінде толық ақпараттарды бүгін беретін боламыз. Сол себепті видеоны соңына дейін қараңыздар және біздің арнаны қолдап отыруды ұмытпаңыздар достар. Жалпы павловния ағашы жөнінде мен сіздерге бірнеше ақпарат беріп өтейін. Жалпы біздің ауыл шаруашылығы YouTube арнасының мақсаты бұл Қазақстанда агродержаваға айналдыру. Яғни бізде ата-бабаларымыздың себепкерлігімен, Аллах тағаланың нәсіп етуімен қалған ұлан-ғайыр жер бар. Сол жерді тиімді пайдалану біз үшін басты міндет болу керек. Және сол жерге біз не егеміз, яғни егіншілік өнімдерінен басқа, мал өсіруден басқа бізде осындай керемет павловния деген ағашты естідік және соны егуді мен қазір қандастарыма ұсынып жатырмын. Енді бұл павловния ағашының егу не үшін қажет деген сұраққа мен кішігірім айтып өтейін. Алдыңғы шығарылымдарда мен сіздерге айтқан болатынмын. Жалпы павловния ағашының ең басты пайдалары оның жалпы былайша айтқанда ағашы, яғни оны құрылыс материалы ретінде жиһаз индустриясына пайдаланады. Сонымен қатар оның гүлі омарта шаруашылығына пайдаланылады. Сонымен қатар оның жапырақтарының құрамында 20%-ға дейін таза ақуыз болады, яғни оны малға азық ретінде беруге болады. Бірақ бұлардың барлығынан да өте маңызды бір ақпарат бар. Оны көбісі ескермей жатқан секілді, мен соны айтып өтейін. Ол павловния ағашының жапырақтары басқа қарапайым ағаштарға қарағанда, мәселен алма, өрік сияқты ағаштарға қарағанда 20-30 есеге жуық, яғни 10-15-20 есеге жуық былайша айтқанда көмірқышқыл газын көбірек жұтады. Яғни ол қандай пайда деген кезде бізде қазіргі таңда мына үлкен мегаполис қалаларымыз бар ғой, Алматы, Шымкент, Астана секілді. Сол қалалардың барлығын былайша айтқанда тазарту жағынан өте маңызды болып табылады. Сонымен қатар бізде Қазақстандағы экологиялық тұрғыдан ластанған аймақтар бар. Оған мысалы Арал жатады, сонымен қатар Семей полигонының орнындағы жерлер жатады, сонымен қатар батыс аймақтар, яғни мұнай өндіріп жатқан жерлердің ауасы өте қатты ластанған. Яғни ол жақта көмірқышқыл газының мөлшері жоғары. Осы жақтың барлығын біз былайша айтқанда ауаны тазарту үшін, экологиялық тұрғыдан халыққа жағымды жерді жасау үшін осы павловния ағашын егуіміз қажет. Міне артында тұрған мына жылыжай кешенінде біздің Абуали есімді ағамыз қазір керемет павловняның көшеттерін өсіріп жатыр. Біз ішке кіріп қазір ағамыздан толықтай павловния жайлы ақпараттарды аламыз. Енді сіздер видеоның соңына дейін қараңыздар. Осы видеода ақпараттармен сіздер де иншалла көшетті алып іске кірісіңіздер. Ендеше ішке кіріп ағамызбен танысып бәрін сұрайық. Қош келдік. Міне Абуали есімді ағамыз, осы жерде павловнияның көшеттерін, яғни дәннен де өсіріп жатыр, және қаламшадан да өсіріп жатыр. Сондықтан қазір ағамыздан толықтай ақпарат алайық. Аға, енді өзіңізді жалпы кішігірім халыққа таныстырып өтсеңіз, және де осы жұмыстарыңызды таныстыруды бастасақ алады. Мен сол 2018 жылдан бастап павловниямен қызықып айналысқанымызда 3 жыл болды. 3 жыл болды. Балам Қытайда оқыған, сол жақтан соған қызығып, соны маған айтып, сол мен Қытайдан семинасын алдырып, содан бастадым. Сол жаңағы балам Қытайша біледі, сол Қытайлардан сұрайды, кемшіліктерді. Аны семинаны бүйтіп шашып нейлерін шығарып алдық, көшеттерін. Бұл жерде бұл көшеттеріні ерте шығарып қоймау керек. Себебі бұл өте ыстықты жақсы көреді. Соның үшін күн жылы болған кезін күту керек. Ерте қоймау керек. Сол май айында ең жерге қондырса болады. Бүйтіп көшет шыққаннан кейін оны көшеттерді алып қандай стакандарға салынады. Стаканға салынған кезде бұған ең жақсы топырақ, стаканға салынған топырақ, ол биогумус. Биогумус,
өлкөндөгү российский ар кыл топурактар болмойт. Tor, panaolar bular болмойт. Себеби болмайтыны буга күч керек. Буга күч керек. Сондуктан бул тек гана биогумуста болот. 100% биогумус. мықты тыңайтқыш керек бұл. Мықты тыңайтқыш керек. Енді биогумустан артық тыңайтқыш жоқ. Енді кейін бұны бұл жерде бір мән беретін нәрсе. Бұны қазір мана май айында күн жылығаннан кейін алып шығып жерге отқызу керек. Сондықтан бұның тұқымын январь, декабрь айында шашып қойып, кейін бұл кәртейіп қалмау керек. Өзінің ана вегетативде өсетін кезін ұстап қалмау керек. Ұстап ана жігіттік кезінде сразу алып шығып отқызып жіберу үшін, соның үшін лажы барынша февраль айында тұқымды шашатын болса, или март айында шашатын болса да болады. Сонда шығып стаканға қондырып, жерге шығумен май айына тура келгені жақсы. Май айында, яғни күн ысыған кезде, суық болып кеткен кезде, суықтан бәрі кеткен кезде, күн ысыған кезде, жер хотя бы 15 градус жерінің топырақтың жылылығы сондай болған кезде жерге отқызу керек. Болмаса по-любому өліп қалады. Бұны қанша адам ұрынып болмай жатқан содан жерге алып шығады, өліп қалады. Яғни достар, күн жылғанын күту керек бұны отырғыз үшін. Ертерек отырғыз, мәселен біз алманы нені отырғызға үйреніп қойғанбыз ғой, сәуір айында жаңа наурыздан бастап отырғызып кетеміз. Бірақ бұған ондай болмайды. Өйткені мына дәннен шыққан көшеттер әлсіз болады да, сол себепті оны майда басқана күн жылған кезде, сол кезде отырғыз керек. Топырақтың температурасы 15 градустай болу керек. Минимальный. Минимальный сол болу керек. Сонда ғана бұл басқана өзін жақсы сезініп, ары қарай тамыр алып кетеді алла дейді. Ары қарай енді көрсетейік. Енді бұл кем? Бұл бір көшет. Үлкен көшет. Сол жаққа барасыңдар. Міне Павловнияның көшеттері. Мынау Павловнияның көшеттері болады. Біз бұл жердегі Павловнияның біздегі негізгі проблемасы біздегі су. Бұл негізі бұлар жылы жерде өсуге не қылынған, рашатылған. Сондықтан бұны біз Шаңтоң сорт бұл. Шаңтоң сортыны бізге айтты 27 градуста шыдайды деді. Бірақ біз бұны сол проба үшін әдейі мыналарын 27 градуста ұстадық. Минус 27 градус. Бірақ бұл шыдамады. Үсіп кеткен. Үсіп кетті. Минус 27 градусқа шыдамайды екен. Ол любой айтыла береді екен. Минус 27 градусқа шыдамайды екен. Ол жаңа Павловний сүйер қауым, Павловний өсірем дегендерін есте сақтаса, алтын сырға. Кейін бұны бір суыққа шыдату бір жолы бар. Бұны енді істеп атырмыз. Алла бұйырса істейміз. Бұны мына жерден бүйтіп қол сақылып. Мына жерден бүйтіп терісі қол сақылып алынады дағы. Кейін мына тері бүйтіп теріс қылып қайтып пленкамен орап қойылады. Сол жерге бітіп кетеді. Сонда мана терінің жоғарыға беретін күшіні мана тамырға береді. Тамырға беретіндегі мынау суыққа шыдамдылығын асырады. Мен бұны мынау Болгарияда бір семинар болған кезде маған үйреткен тұғын. Сол жерде бір агроном кісі үйреткен тұғын. Бұны сонда істеп көреміз. Негізі бұл Болгарияда, Павловний Болгарияда да көп өсіріп жатыр, себебі Болгарияда жылы. Бұны біз Қазақстанға да сөйтіп істеуіміз керек. Себебі бізге бұл өсу керек. Павловний өте бізге қажет. Бұның қажеттілігі, мысалы мен мәні Түркістан қаласында тұрам. Бізде білесіздер шаң. Қызылордада шаң, Жаңақорғанда шаң, бәрі шаң. Мен 2 жыл 3 жылда бері болған қазір плантациялар істеп жатырмын, басқа істеп жатырмын. Бұл Павловнийдің астына келген кезде бұның жапырақтары жаңағы шаңны как фильтр ретінде татып тұрады. Өзін сіңіріп. Любой бронхиальный астмасы бар адам Павловнийдің астына келетін болса, сразу несі кетеді, жақсы болады. Сондықтан бұл Павловний біздің шаң көп өлкелерге өте керек.
оның ағашыны айта бересіз. Шаңнан бөлек жаңағы ауаның бәрін тазартып тұрады былайша айтқанда. Үйдің айналасына егетін болсаңыз. Енді мына тамырыны, мынаның тамырларының бір жерлерін суық шалған. Мына тамырларını біз қиып аламыз, бүйтіп. Қиып алып, қазір олашақ. Мынау тамыр, жаңағыны кесіп алған тамыры, тамырдан шыққан көшет. Бұл тамыр семенаға қарағанда по-любому мықты болады. Тамыр уже кел жақынырақ түсін. Сыртқа қарап шығып жатыр да. Иә, мына клёнканы тесіп шығып кеткен былайша. Тесіп шығып жатыр бұл. Бұл қаламшадан жаңа тамырдан өсірілген о. Да. Бұны өсірген кездеріңізде бірнеңеге абай боласыздар. Мына стаканны қойғанға мына тамыр жерге өтіп кетмеу керек. Обязательно астына клёнка или андай бірнеңе төселу керек. Если тамыр жерге өтіп кететін болса, бізде сондай проблема болды. Біз алып шығып поляға қондырамыз деген кезімізде мұның бәрі құрғап кетті. Мына тамыр жұлынады екен, жерде қалып кетеді екен да. Мына клёнканың бетінде тұрған ештеңе кетпейді екен. Бұл да бір өліп қалуы содан болады екен. Яғни достар, мына қараңыздар. Мысалы, мынаны сіздер тамырдан өсіремін деп шешім қабылдадыңыздар, яғни өздеріңіз үйлеріңізде өсіріп жатсыздар. Одан кейін мына тамырды аласыздар да, міне. Жақындатып көрсет. Міне мына тамырдан өскені бұл. Осы тамырдан өсірем дедіңіздер сіздер, содан кейін мынандай стаканға отырғызыңыздар бұны. Бұдан соң, иә, міне. Мына үлкендеу тамырын көрсетейік. Міне осы тамырдан сіздер өсіріп жатсыздар. Сосын енді бұны стаканды бір жерге қоясыздар ғой сіздер. Сонда қойған кезде бұны мынандай жерге, иә, топыраққа қоймау керек. Егер сіздер былай мынаны қоя салсаңыздар, мәселен осылай теплицаларыңыз бар, қоя салсаңыздар, мынау кейіннен соң мынаны тесіп астынан шығады да, мынау жерге қарай кіріп кетеді екен. Бір күн өтіп кетеді. Иә, одан соң сіздер кейін оны поляға енді ашық жерге егулеріңіз керек қой, үлкен қылып. Сонда егетін кезде мынаны тартқан кезде, былайша айтқанда тамыры астына өтіп кеткен болса, астында қалып кетеді де, сонымен мынаның тамыры әлсіз болып қалады. Өліп қалады. Иә, одан кейін оны еккеннен ешқандай пайда жоқ. Сол себепті соны мысалы мынандай стаканға өсіреміз деген ниеттеріңіз болса, Алла бұйыртса, ол кезде оның астына қатты кәдімгі материал қою керек қана. Міне, астына қойған, мына қою керек. Міне, өтіп кетпеу үшін осында да арнайы қойып қойған. Сонда тамыры тек қана мынаның ішінде ғана өседі. Сонда. Енді ары қарай көрсетейік. Үлкен, міне мыналар үлкендер ғой қазір. Бұлар, короче, кешен не қылған ғой. Мыналар, мына былтырғы жылғы нелер бар. Павлония бар, былтырғы жылғы Павлония. Сол Павлония еккен кезінде күн түспей қалады, тамақ жетпей қояды, жанындағы үлкен Павлониялар тамағын тартып алған жаңағыдай кіші нелерді. Бұлар 2020, бұлар да бір жаста, бірақ бұлар жаңағы аналарының көлеңкесінде қалып кеткен. Иә, үлкендердің қасында. Сондайларында бүйтіп стаканға салып, бұларын біз 300 теңгеден таратып жатамыз. Стаканға салған көгерген бойынша. Бұл көшет ретінде екілей береді бұл. Бірақ бұнда да сол мән беретін нәрсе, мана тамыр өтіп кетіп, жерге өтіп кетмеу керек. Астынан ондай қойып. Оны кейін алып барып, қазір 15 майдан кейін алып жерге қондыра беруге болады. Меніңше біздегі бағалар ең тиімді бағалар деп ойлаймын. Иә, рас. Мен айтып өтейін осы жерде. Мен ағамды мақтап, немесе бұл кісіге бір ешқандай туыстық қатынасымыз ондаймыз жоқ. Мен екінші рет көріп отырмын Абуәлі ағамды. Бұл ағаның жасап жатқанына мен шынын айтайын, қандастар, Алланың разылығы үшін жасап жатқан емес. Өйткені мына жерде қарап тұрсаңыздар, қаншама эксперимент болып жатыр. Оңысы көшеттерді былай егіп көрген, қателеспесем әр жерге егіп көргенсіздер ғой, Қызылордаға, жаңағы қатты жерге, тастағы жерге, барлық жерге егіп көрген. Суық жерге егіп, не қылдық? Мысалы Астанаға жіберіп, мен қайынларым Астанада тұрады. Астанаға жіберіп ектіргендерім су қалып кетті. Астанаға болмайды екен. Сондықтан біз биыл Қытайдан жаңағы 33 градусқа шыдайтын Паотон Z07 деп қояды, Паотон. Қытайлар өздері Паотон дейді. Сол Паотонды алдырдық, семена, қазір ана сематырмыз. Алла бұйырса, биыл соны біз суықтықта қалдырып көреміз. Ана Шаңтон сияқты. 33 емес, бізге сол 25 градус суыққа шыдап бере алса, бұл. Оның артықшылығы
шаңтоңға қарағанда төзімдірек болып тұр ғой. Иә, суыққа төзімдірек болып тұр. Иә. Яғни ол не үшін керек? Өйткені бізде Қазақстанда барлық жерде осы Түркістан облысындағыдай күн ыстық емес қой. Яғни жаңағыдай күн суып кететін жақтар болады. Мысалы батыс өлкелерде, ақтөбелерде бірден суып кетеді. Сол жақтарға ыңғайлы болу үшін ағамыз енді суыққа төзімді паутонг, яғни сортын алып көріп жатыр. Сол себепті осы бағадан сіздер алатын болсаңыздар ешқандай өкінбейсіздер, құрметті қандастар. Өйткені мысалы мынадай нәрсе бізде қазақтарда білмейтін нәрсені жоғары бағалағанға құмарда. Мен ағамыздан естідім, алғашқы кезде аға сіздер Түркістаннан осыны 16 мыңға көрсетіп дедіңіздер ғой. Бір көшетті яғни 16 мың теңге сұрап тұр. Яғни бұны білмейді ғой, Павлония деген қандай көшет, яғни бір басқанда чудо сияқты нәрсе болады да бұл. Содан кейін ананы мәссаған деп таңғалып, адамдар 16 мыңға алып кетуі мүмкін. Ал 16 мыңға сіздер ағамызға келсеңіздер, қателеспесем бір 200-300 көшет алып кетесіздер, алла бұйыртса. Кейін мына қараңыздар. Павлония өсірем деушілер. Мына құрғап кетті мына Павлония. Не, мен түсіп кетті. Жоқ, түсіп кеткен емес. Бұның нағып құрғады бұл. Не, себебі не? Бұның мына астында су шығып кететін тесік істелінбеген. Тамыр шіріген. Иә, су жиналып қалған. Су жиналып қалған. Сондықтан баклажкаға салып істейтін кездеріңізде обязательно су кету керек. Яғни аға бұл анау су жерасты сулары жақын жерлерге жоқ. Ол жерасты су жақын жерлерде өсе береді бұл. Өсе бере ма? Бірақ мына ана кішкентай кезінде, если ана су шығып тұрмаса, тамыр қатаймаған кезде десеңізші. Шіріп қалады. Кішкентай кезде, яғни көшет кішкентай кезде. Мана өзі не ғой мана тесіктер тұр ғой мана. Сол тесіктер болу керек та. Мындай тесік, мына тесік. Мына тесіктер болмаса болмайды. Сондықтан көбі баклажкаға кеше неден маған жан-жақтан хабарласып сұрайды ғой, андайсың, мандайсың. Сол Байконурда бір ағамыз бар. Сол кісі андай болып өліп қалғанда не болды дейді. Асты теспеген. Лажы болса, мыналар мысалы, мынау 5 теңге ма, біз оптым аламыз. 20 теңге ма, 15 теңге ма тұрады. Соны алып, соған егу керек. Су жиналып қылмайды. Да, су жиналып арнайы да. Кейін үйге бол астына стакан қоя салса, тамыр жерге өтіп кетпейді. Үйге алып. Міне солардың бәрін ескеру керек, әйтпесе болмаса, бұл жаңағы тонки ғой енді. Сол бәріге мән беру керек, ана шамал өсіріп ой, құрғап кетіп, тасып кеткен ол керек. Соңына дейін басқаны алу керек. Жаңағы көшеттерінің арасында қалып кеткен майда көшеттер. Бұлар 2020 жылда егілген. Бұлар үлкен көшеттерінің көлеңкесінде қалып қойғанда. Бұндай көшеттерін біз 300 теңгеден беріп жатырмыз. Бұл бітіп қалды. Қалған болса да 50-60 қалды. Мағалар 300 теңгеден беріп жатырмыз. Кәдімгі көшет қылып еке берді. Көгеріп тұр, не қылып тұр, бұнда тұрған ештеңе жоқ. Болмаса стаканға жаңағы үлкен анау нелерге салып береміз. Бұл нағып кішкентай дегенге жанындағы үлкен Павлонияның көлеңкесінде қалып қойған болады. Бірақ бәрі өсет бұл жақсы. Конечно, бұл тамыры мықты ғой. Сосын жаңа бір жақсы бір ақпарат айтып қалды ағамыз. Бұны үйге жақын жерге екпеу керек екен. Сондай. Үйге егер жаңа дуалға жақын егетін болсаңыздар, бұның тамыры деген енді өте қатты былайша айтқанда өсет, әрі үлкен болып өсет, менің түсінгенім. Өзбекстанда дуалды жарып жіберген былайша айтқанда. Сондықтан дуалға жақын енді андай керемет декоративный қылып үйге тақап егуге болмайды. Сондықтан әжептәуір арақашықтыққа еккен дұрыс. Соны ескертіп айтып кетейін. Кейін бұл жерде мана Ақтөбеде екіп жатыр, Байконурда, Қызылордада екіп жатыр. Олар бізге қарағанда ол жағынан жаңағы суықтығы не? Обязательно бұлар еккен кезде қыста тамырға жаңа айттым ғой, не тастау керек. Қойның қиы болсын, көң болсын, минимальный 15-20 сантиметр тастау керек тамырына. Сол тамырын жақып қою керек бірінші жылы. Тамыры мықты болып алу үшін. Кейінгі жылға уже яғни күн суып жатқан кезде, күздің күні, сол кезде егіліп тұрған жерінен бір 20-30 сантиметрдей жабу керек оны. Сонда суыққа салынды болды. Енді оны жаңағы өсіріп таратам деушілер болса, мысалы бүйіл қазір екті, кейінгі жыл көктемде қазып алады көшетті. Қазып алып, әрбір көшеттен 5-6 штук жаңағы тамыр алуға болады. Тамырны алаттағы жаңағы біз сияқты кәдімгі күйген көнге стаканға салып тығып қояды, өсіп шығады. 10 дана тамырдан где-то 7-8 нормально өсіп шығады. Кейін соны қайтып көшет қылып қондырып жібере беруге болады.
сол процесстағы сіздің сөзіңізбен кешіңіз жақсылап сұрап алсақ, мысалы көшет өсіп тұрады ғой. Содан соң жаңа ана жерде көрдік тамырдан өскендерін. Сол мысалы өсіп тұрған жерінен қалай қырқады оны? Жерде өсіп тұрған жерінен. Жерде өсіп тұрған жерден қырқпағаны жақсы. Ойып алу керек. Полный қазып алу керек. Полный қазып алу керек. Қазып алады да тамырды. Mesela қазып алды дейік. Қай уақытта істеу керек одан соң оны? Көктемде. Көктемде дұрыс. Көктемде. Қазып алады дағы. Sonra mana қазір қазып алдық мынаны дейік. И mana тамыр тұр. Mana тамырға қарайды. Тамырының мынау төмен жағы ғой. Мынау жоғары жағы. Сондықтан төмен жағыны бүйтіп қияқ бір қиып қояды. Қияқ бас жағын. Бас жағын. И мана жағыны тегіс қып қияды. Бұны кейін ана қондырасыз ғой жерге ма, стаканға ма. Сол кезде мана қия жағын төменге қарай қондыру білу үшін. Болмаса бұл түсінбес қазір. Басы қайсы, аяғы қайсы түсінбес. Кейін шатасып кетеді. Белгілеп қою керек. Кейін ол шықпай қалады. Соны ойма болмады дейді. Онда емес. Обязательно белгілеп қою керек. Мана жағын қиып, мана жағы тимей тұрып, мана жағы үшін қиып алу керек. Мана жағын тегіс қиып алу керек. Сөйтіп мынау былай қырқылған жағын кейін төменге қарай. Сол төмендеп өзіге белгі болу үшін. Жаңа анау стаканға да тура сөйтіп апарып. Сонда андай стакандар сияқты болып жоғары қарай. Одан соң мына мысалы көшеттерін алдық қоға. Одан кейін тамырдан енді алдық мысалы қалымшаң оны ана жаққа стаканға отырғыздық. Мынау көшет қайтадан орнына Конечно. отырғызған. Конечно. Міне солай да. Бұл типа матка ғой бұл. Түсіндіңіз бе, бұл матка. Аналықта. Аналықтың қозыларын алдыңызда. Яғни көбейтуге достар бізде мүмкіншілік бар. Аллаға шүкір, міне өсіп тұрған көшеттеріңізді аласыздар. Қырқып аласыздар да, бір жағын мысалы қиқашта, бір жағын түсу. Оны өздеріңіз білу үшін сөздерді апарып стаканға отырғыза бересіздер, оны кейін алып тағы да ашық жерге еге бересіздер. Сонымен қатар мынау алғанда бұл жарамсыз болып қалмайды. Мен қазір сұрап жатқаным сол ғой. Оны да қайтадан орнына отырғызып қойсаңыздар. Сөйтіп алла бұйыртса көбейтуіміз қажет еді. Енді сырт жақтағы жаңағы өсіп тұрған үлкен көшеттерді көрейік аға. Мынау 2020 жылғы егілген көшет. Былтыр егілген. Бұның жаңағы несіге көміс алғанбыз. Астына ойдық, астына бір қап көміс алдық. Бір қап көміс алдық та, көмінің үстіне топырақ тастап, топырақ үстіне ектік. Соның есебінде бұл қатты өсті. Қатты өсіп, бір жылда гүлдеді. Бір жылда осындай болды ма? Бір жылда осындай болды, гүлдеді. Ана басында гүлдеді. Ол гүлдегені, оның өзі созреванияда бой жеткен деген. Негізі бұлар 3 жылда бой жету керек. Бірақ, значит, бұл көң қатты күш берген дейсіз. Қазақстанның көңі мықты отыр ғой. Негізі мықты ғой? Малдар жақсы жерге жайылып отыр. Сондықтан бұған айтты бұл көңді өте жақсы көреді екен. Өте көңді жақсы көреді екен. Енді біз бұны жаңа проба қылып, бұл технический срез істегеніміз жоқ. Негізі технический срез мына жерде істеуіміз керек еді. Мына жақтан мыналар шығып тұр жан-жағына. Істеуіміз керек еді. Кейін мыналарны жіберуіміз керек еді. Бұны әдейі істегеніміз жоқ. Не болады екен деп. Көрейік кеп тексеруге қалдырдық. Енді мына. Бұл көбіне көң салынмаған. Көң салынмаған да бұл. Әдейі көң салмай ектік та бұл пробаға. Бұл анадан төмен тұғын. Кейін бұл былтыры гүлдегендегі жоқ. Бірақ бұны бұйылды технический срез істедік. Технический срез істегеннен кейін өскенін қара мына. Өскенін қара. Мына жердегі жаңа нейлерін алып тастадық. Екі жерін алып тастадық. Мына өсіп кеткенін қара. Значит, технический срез істеу пайдалы екен де бұл. Анау технический срез істемеген есебінде жандағы майда-майда болып тұр. Анау барлық күшін анау ордасында. Өсе алмай тұр. Кейін бұның мана жапырағы бар ғой мана. Мана жапырақ, бұнда бархытный. Міне. Бұл как фильтр. Бұл шаңны өзі тартады. Өте күшті. Бұл любой можжевельник болсын, любой пихтовый растенияңдан бұл өте күшті шаңны өзі тартады. Мысалы пихтовый растенияларына жазда бар бүйтіп сілкініп болсаңыз шаң төгіледі ғой. Одан да күшті. Сондықтан
Шынысы Шындан енді қазір сіздер құрметті көрермендер ұстап көргендеріңіз жоқ шығар, бірақ аны ұстасаңыздар кәдімгі мата сияқты андай жапырақ жылтыр емес та бұл, яғни наған бәрін сіңіреді. Жаңағы лас ауаны да, шаң, тозаң, не бар сол жердің бәрін өзі тартып алады. Бұл енді қазір бұл кішкентай ғой, ертең өскен соң бұл 70 сантиметр. Жапырағың бір жапырақ 70 сантиметр болады. Кейін бұны біз жаңағы малға, қойға беріп көрдік, өте жақсы шықты. Иә, бұның 20%-ға жуығы ақуыз екен. Яғни ол деген сөз малды бордақлаған кезде де беруге болады өзі. Одан соң құрметті көрермендер, мысалы бізден Қызылордада, әсіресе батыс жақтарда енді орман жоқ қой. Яғни орман жоқ жерде негізі топырақ тыңаймайды ол. Өйткені жаңағы ылғал жоқ та ол жерде. Яғни жапырақтар түспейді, жерде организм тыңаймайды. Сол себепті мына ағашты Аллах тағала өзі нәсіп етіп тұр. Сондықтан сол жақтарға көбейтетін болсақ, егетін болсақ, иншалла Қазақстанның жері де құнарлы болады, әрі халықтың денсаулығы да жақсы болады. Енді ол ана ар жағы бұның ағашының материалы, бұның ол интернетте толып жатыр. YouTube'да көрсеңіздер, бұны не қылып айтып жатыр. Біз енді қазір өзіміз сол жерге дейін жетіп келдік. Өзіміз көргеніміз айтып жатырмыз. İnşallah may ayında bir 4 hektar plantasiya isteyeyim деп жатырмыз. Ernar ініммен Алла не қылса бір июн айларында бір кездесіп, келіп кейінгісін содан бір репортаж. Иә, сол нені жасаймыз. Алла өтсе сол көзде кәдімгі егілген жерді полный көрсетеміз. Ал жаңа анау, строй материалға кететіні, оның барлығын айттық. Алдыңғы шығарылымда көріңіздер. İnşallah сонымен бүгінгі шығарылымды аяқтаймыз. Алла өтсе видео ұнағанса лайк басып, астына сұрақтарыңыз қойып, пікір алаңына пікірлеріңізді жазыңыздар. Сонымен қатар аға сізге бір өтініш, енді мысалы ағаларымыз көбісі өзіңізге жеке шығып сұрағысы келеді. Ондай кісілерге сіздің нөміріңізді бере берсек болады ғой. Міне ендеше біз ағамыздың нөмірін астына описанияға қалдырамыз. Өзіне шығып сұрасаңыздар да ағамыз Алла бұйыртса Аллахтың разылығы үшін халыққа қызмет етуге дайын иншалла. Ендеше видеоны таратып отырыңыздар. Біз ағамызға алғысымызды